дәрісімізге қош келдіңіздер. Осы шебер сыныпты сіздерге көрсетуге рұқсат етіңіздер. Геометрия ол математиканың кеңістіктің қатынастарын және формаларын қарастыратын математиканың бір бөлімі. Әріптестер, сіздер геометрия пәнін қандай сын есіммен мағыналас деп ойлайсыздар? Геометрия дегенде ойларыңызға не келеді? Сын есіммен қандай? Геометрия қандай? Үлкен, домалақ, числа, геометрия қандай? Домалақ. Мағынасы қандай? Фигураларды атамағанда. Геометрия дегенде ойларыңызға не келеді? Фигуралар, сызық. Геометрия деген мектепте не ойларыңызға келеді? Оңай ма, қызықты ма, ауыр ма, қиын ба, қандай? Қиын. Қызықты? Қиын. Геометрия ол мүлдем қиын емес. Ол өте оны түсіне білу керек. Бұл ғылыми қызықты, әрі тартымды. Оны түсіне білу керек. Бұл күтуге көмектеседі. Еденге плитка салсақ та, үй салсақ та бәріне геометрияның мөлшерлері керек екен. Сонда да біз геометрияны қолданамыз. Психологтардың зерттеулері бойынша, айтуынша, адамдардың қабілеттері осы ағаш түрінде көрсетіледі екен. Ағаш тамырлары ол адамның табиғатынан туа біткен қабілеті. Ағаштың діңгегі ол жалпы қабілеттер екен. Ал енді ағаштың бұталарына, жапырақтарына келетін болса, адамның шығармашылық қабілетінің даму деңгейі. Яғни спортпен, өмірмен, өнерде, басқа да ғылымдармен қалай айналысады, неғұрлым көбірек айналысқан сайын, бұл жерде ағаштың жапырақтары, бұтақтары көп болады екен. Сондықтан да біздің осы математикамыз, жекелеп айтқанда геометриямыз шығармашылық қабілеттерді дамытуға әсері мол сөйлейді. Ол қалай сөйлейді математика тілінде? Табиғаты, ол сөздері әртүрлі пішіндер, формалар екен, әріптері. Яғни шеңбер, үшбұрыш, төртбұрыш, трапеция. Мысалға келтіретін болсақ, өмірден апельсин, тағы да апельсин, ананас. Неге ұқсайды? Пішіндері домалаққа ұқсайды. Келсеңіздер ғой. Хайуанаттар бағында мысалда тор неге ұқсайды? Параллелепипедқа ұқсайды. Ал кейбір қосақ, радуга, ол неге ұқсайды? Доғаның бір бөлігі, шеңбердің доғасының бір бөлігі. Қызықты. Трапеция, латын сөзінен аударылғанда трапезиум деген столик деген мағынаны білдіреді. Яғни, ол столик қазіргі заманда трапеза. Трапезиум, трапеза сөзінен шыққан, қазіргі заманда тамақтану дегенді білдіреді. Келесі. Конус. Конустың өмірдегі табиғаттағы берілген формалары мынандай. Яғни, қарағай шыршасының жаңғағы сияқты, немесе теңіз түбінде жатқан ракушкаларға ұқсайды екен. Конус гректің конусус сөзінен латыннан шыққан екен. Қарағай шыршасы, қарағай немесе шишкасы келеді екен. Келесі, цилиндр. Цилиндр ол цилиндрус латынның сөзінен шыққан, ол ролик немесе каток деген мағынаны білдіреді екен. Сфера ол домалақ, жеріміз сфера тәрізді, шар тәрізді деп айтамыз. Немесе балалардың ойыншығы бар, ашылған кезде кәдімгі домалақ сфераны береді екен. Сфера мен шардың айырмашылығын білесіздер, дөңгелектің айырмашылығы іші толған, немесе іші бос ауа кеңістік. Сфера ол fires, мяч, шар деп мағынаны білдіреді екен. Шар немесе топ. Трапеція сози латин тілінен аударганда трапезіум. Столик деген мак іннани береді. Деген мак іннани білдіреді. Трапеція сози латин тілінен аударганда. Қолданады екенбіз, білесіздер, бильярд шарын, яғни дайындаған кезде, бильярдты бастаған кезде, біз оны үшбұрышты жақтаушыларға салады екенбіз. Яғни біздің дүниеміздегі бүткіл айналамыздағы нәрсенің бәрі фигуралар геометрия тілінде сөйлейді. Көпір құрылыстарында үшбұрыштар қолданылады. Үлкен көпір құрылыстарын, магистральдарды салған кезде де, жер бетінде, су бетінде орналасқан көпірлерде де үшбұрыштар қолданылады. Ары қарай, жоғары өртті электр желілері ол да үшбұрыш немесе конус тәрізді орналасады екен. Яғни үшбұрыштың құрылымдарына өте сенімді түрде осылай істейді. Қазіргі заман сәулет
стилі. Қазіргі заман сәулет стилінде заманауи материалдардың мүмкіндігіне байланысты ойыс, дөңес, беттер арқылы қабылданады. Олар күрделі иілуге көмектеседі. Таңғажайып формуларды жасауға біз геометриялық фигураларды және заттарды қолданамыз. Осындай қазіргі заман сәулет стилінде білесіздер, Астана қаласындағы экспо, шар түріндегі немесе үшбұрышты үйлер, кеңістіктер, хан шатырымыздың өзі конус тәрізді болып келеді. Ол үшбұрышқа ұқсас. Мынау бейбітшілік және келісім сарайы. Немесе өте биік зәулім үй, Дубайдағы биік мұнараны білесіздер, иә? Бұл да геометриялық фигураларға келеді. Енді сіздермен бірге танграмм ойынын қарастырайық. Ол бірге жасайды болды. Сіздердің алдарыңызда кішкентай қараймыз әріптестер, кішкентай және үлкен төртбұрыштар бар. Төртбұрыштың бетіндегі сызықтар. Төртбұрыштардың бәрі 7 бөліктен тұрады. 2 үлкен үшбұрыштан, 1 орташа үшбұрыштан, 2 кішірек үшбұрыштан, 1 төртбұрыш және мына жерде ромб тәріздес отыра қалды. Осы бойынша сіздер не істей аласыздар? Осы сызықтар бойынша қиясыздар. Қиып болғаннан кейін өздеріңіздің көңілдеріңізге ұнаған мынандай бір фигураларды А4-ге жабыстырасыздар. Жабыстырып болғанымен клеймен алдарыңыздан тұр қағаздарыңыз келіп тақтаға математикаға үйретуге қолданылған екен. Данышпандар сол үшін ойлап тапқан екен. Содан бері көп уақыттан бері танграмм бүгінге дейін танымал. Және де келесі ойынымыздың түрі пентамин ойыны. Пентаминді грек тілінен аударғанда 5 дегенді білдіреді. Немен ұқсатып тұрсыздар мына пентамин ойыны? Біздің соңғы заманауи компьютеріміз, яғни біздің өзіміздің орналасқан басымызға жетпейді екен. Тетрис ойында бізде 4 түрлі фигуралар бар. 2, 3, 4. 5-ші фигураны техника қабылдай алмаған. Сонда адамның миының ойлау деңгейі қандай деңгейде? Ең мықты мощный компьютерлерді өте жоғары деңгейде екен. Тетристе тек қана 4 түрлі фигураларды қабылдайды, 5-шісін қабылдамайды екен. Ойын шарты бойынша кішкентай төртбұрыштар бір жағымен екінші төртбұрышқа жанасады екен, іргелес орналасады. Бұл фигуралардың 2365 түрі бар екен. Бұл 5 бірдей төртбұрыштан 2365 түрі фигура жасауға болады екен. Олардың түрі 5 бірдей шарттан тұратын 12 фигура жасалады. Олар бір бүйірлерін іргелесіп орналасады екен. Келесі, бұл ойын тарихы американ математика Галлоу 20-шы ғасырдың 50-ші жылдары ойлап тапқан екен пантомим ойыны. Пантомим ойыны тек қана оқушылар мен студенттерге ғана қызық емес екен. Олар математика профессорларында тез баурап алған екен. Ойлауды, логикалық ойлауды және интеллектуалды дамуды жақсы көмектеседі. Дөңгелектерден не көріп тұрса, қандай ерекшелік әріптестер? Ромашка. Дөңгелектеріне байланысты не айтасыздар? Қарама-қарсы. Одан басқа? Шешілі дөңгелектер үлкен, ортасы кіші. Сондықтан да мына дөңгелек үлкенірек болып тұр, иә? Ана ортасындағы үлкен болғанда, шеті кішкентай болғанда, мына көз алдымызға кішкентай болып елестейді екен. Ал бұл, оказывается, көз алдындағы елес екен. Игра воображения. Келесі, мына фигураларда не байқап тұрсыздар? Бәрі параллель және шахмат тақтасы бойынша. Енді барлығы бірдей өлшемде төртбұрыштар ма? Қалай ойлайсыздар? Жақыннан көрінді, алыстаған сайын ана бүйтіп. Алыстаған сайын көз алдымызға елес, игра воображения болуы мүмкін. Бірақ та бұлардың бәрі бірдей төртбұрыштар. Олар тек қана қиғаш орналасқан болса, бұлар бірдей. Мына қара төртбұрыштардың немесе шаршылардың қиғаш орналасуынан бұлар параллель емес. Негізінде бұлар параллель орналасқан.
Келесі. Мына төрт бұрышта қара нүктелер көріп тұрсыздар ма? Ортасында қара нүктелер көріп тұрсыздар ма? Негізінде нүктелер аппақ, елес, қара жоқ. Негізінде қиылысқан жерлерде бәрі аппақ, ешқандай қара жоқ. Бірақ көз алдымыздағы елес бойынша ол қара көзді бір жақтан екінші жақтан еткен кезде ойнап қара нүктелер көрінеді. Мына жерде жоқ үшбұрыш дейді. Үшбұрыш көріп тұрсыздар ма? Ол жоқ. Оның жақтары жазылмаған. Ол неден ғана көріп тұр көз алдымызға? Тек қана жақтары сызылмаған. Ол үшбұрыштың аппақ бетте тұр. Бірақ та төбесіндегі мына қара дөңгелектер бойынша біздің көзімізге аппақ үшбұрыш көріп тұр. Келесі дәл сол сияқты жоқ шаршы. Ақ бетте аппақ бергі шаршы жоқ. Бірақ шетіндегі төрт бұрышқа байланысты бізде шаршы көріп тұр. А что означает, если мы видим белый квадрат? Что это? Мы все бәрімізде көріп тұрмыз. Ол жоқ, аппақ бетте аппақ ештеңе көре алмаймыз. Бірақ шетіндегі қара дөңгелектер арқылы біз оны шаршы ішін көріп тұрмыз. Мына жерде кубиктар 6 ма, 7 ма? 7. Если ала 6 Бүткін ана кубиктің астында да. Жақсы. 6 кубик жоғары жағынан қарағанда біз 6 көреміз, төмен жағынан қарағанда 7 көреміз. Сен қай жағынан қарадың? Төбесіндегі. Төмен жағынан қарағанда 7 яғни бұл да көздің алдындағы елес, таңғажайып. Яғни бұлардың бәрі таңғажайып геометрия, формулалары, фигуралары. Келесі, сақинаның дәл ортасына қараңыздаршы, қозғалыс көресіздер ма? Цилиндр қозғалыс. Негізінде сурет қозғалып тұрған жоқ, ішінде қозғалып тұрған жоқ, бірақ та солай көрсетіледі. Көз алдындағы елес. Келесі, мынау енді бәрімізге танымал, суреттің қай бөлігіне қарамасақ та қозғалып тұрған сияқты. Бірақ та бұл ішінде қозғалып тұрған жоқ, жай суреттің баламасы көз алдымызға көрсетіледі. Келесі, енді пендоус. Мынау мүмкін емес фигура, мүмкін емес үшбұрыш деп аталады. Бұның бір атауы пендроз үшбұрышы болады, бұл мүмкін емес фигуралардың негізі болып табылады. Бұны 1935 жылы швед суретшісі Оскар Резерфорд оны алғаш рет кубтардың жиынтығы түрінде жасаған. Мынандай кубтардың жиынтығы жеке-жеке басқа формада жасалынған екен. Бірақ бұның екінші тағы бір аты Эшер үшбұрышы. Яғни 1980 жылда алғаш рет 1935 жылы суретші Оскар Резерфорд жасаған, оны алғаш рет кубтардың жиынтығы түрінде. Ал 1980 жылы осы үшбұрышты түрін Швейцарияда почта маркасында жарық көрген. Осы фигуралар 1958 жылы Британ психология журналында мүмкін емес фигуралары жайлы атты мақалада жарияланды. Бұл үшбұрыш Эшер үшбұрышы деп аталады. Өйткені ұлы голланд графигі Маурits Эшер шығармасында бір бағыты мүмкін емес фигураларды бейнелеген. Бұл қисығынан орналасқан, изогнутый. Сахрама, водопад былайша айтқанда. Бірақ ол өзінен өзі не істейді? Жоғары көтеріледі. Нәрге су ағып түседі, қайтадан өзінен өзі жоғары көтеріледі. Физика заңдылығы бойынша бұл мүмкін емес. Су өзінен өзі жоғары көтерілмейді. Бірақ та мұнда бар. Яғни бұл да мүмкін емес, таңғажайып. Келесі, мына баспалдақ. Сағат тілі бойымен қозғалатын болсаңыздар, сіз тек қана жоғары жүрген сияқты боласыз. Сағат тілде қарама-қарсы жүрсеңіз, сіз тек қана төмен жүрген сияқты боласыз. Мына баспалдақ. Келесі, бұны енді Мёбиус Аугуст Фердинанд 1790 жылы 17 қарашада Саксон сайлаушы сотында Шалфорд мектебінің аумағында дүниеге келген. Оның әкесі Генрих Мёбиус және анасы Йоганна Катрин Кристиан Карл Мёбиус. 1958 жылы Мёбиус және Листин бір мезгілде бір жақты беттерді ойлап тапқан. Бір жақты беттерде өлшемі, яғни біз білеміз, кез келген төрт бұрыштың бір жағы бар және екінші жағы. Ал Мёбиус парағында оның бір жағы бар деп есептеледі. Неге? Сол бойынша қазір Мёбиус лентасын жасап, Мёбиус парағымен жұмыс жасайды екенбіз. Міне Мёбиус парағын жасау. Сіздерді алғыларыңызда Мёбиус лентасын жасау үшін екі түрлі жағдай жасаймыз. Бұл қарапайым
Бірінші алаңда лентаны айланамыз. Клей арқылы бір-біріне клейлейміз. Екінші, дәл сондай лентаны бір айландырып жіберіп, мысалы, оны бір айландырып екі түрлі жапсырма жасаңыздар. Соған байланысты тапсырма. Қанша жасаймыз? Bir terizeniz biliyorsunuz. Bir diyeceksinler, biliyorsunuz bir ayarladınız. Мы вернемся обратно в ту точку, а в той мы не вернемся в этой точке. Қарапайым бірінші жапсырмамыз. Бірінші сызып шығып келген Мөбіз парағында бір-ақ жаққа айланып, іші сыртына қарапайым, ең қарапайым парақты дәл сызық бойымен ұзына қиятын болса. Не шықты бізде? Бізде не шықты? Екі дөңгелек, екі жолақ шықты. Ал егерде біз мөбіз парағын алып, бұл бір-ақ жағы бар нәрсе. Ойлап тапқан. Оны сол, кішкентай қима жасайсыздар да, ортасынан сол сызық боймен, жаңа сызып шыққан сызық боймен шығасыздар. Жүріп шығасыздар. Бұл екіге бөліп берілді. Үлкен мөбіз парағын алып шығады. Яғни мөбіз парағында Кривая, да? Дорожка. үзілмейді көрдіңіз бе, екіге бөлінбейді. Адам ағзасында ДНК-да тура солай спираль арқылы жүреді екен. Мөбіз таспасының фрагменті гипотезасы бойынша адамның дүниеге келген сәті, оның ДНК-сының осылай мөбіз парақшасы сияқты жалғасуы, яғни өмірдің басы бір жерден басталса, айланып, соңғы нүктесі де болады екен. Яғни бір нәрсе басталса, басталған нүктеден қайтып айланып соған келеді екен. Ол келген нүкте уже адамның өмірінің шегі. Келесі ДНК өмірден алынған. Келесі Қазақстанда Астана қаласында осы жаңа жасалған кітапхананың архитектурасы мөбіз лентасына ұқсас екен. Мына жерде Минскіде жасалған мөбіз ескерткіші, Москвадағы мөбіз ескерткіші. Назар аударғандарыңызға рахмет. Енді бір ауыз сөз математикаға. Математика ғылымы қатал әрі нақты. Математика оқулығын уайымсыз алу бір бағыт. Оқулықтың әр беті функция, график, теңдеуге толы. Ал модуль шыр айландырады басты. Ереже, формула, жаттаудан бұрын ұмыту тез-ақ. Бірақ сонда да математика өмір сүру қиын. Ғылымдардың патшасы математика екен. Рахмет, назар аударыңыздар.